жүректің тірлігі, құрметті жамағат. Бәлкім бір-біріміздің бойымыз қысқа шығар, мүмкін біреуміздің мұрнымыз ұзын шығар, мүмкін біреуміздің құлағымыз былай шығар. Ол Алла тағала әсте қарамайды ол нәрсеге. Ол Алланың саған таңдап сүйген бейнесі. Есіңде болсын, ол сені солай. Көрдіңіз бе? Соқтан, бірақ біздің күллі қадіріміз қай жерде десе, сол хадиспен аяқтайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай: "Инналлаха ла янзуру иля ажсамикум ва ла иля суарикум ва ла иля амваликум." Расымен де Аллах тағала сендердің бейнелеріңе де қарамайды, денелеріңе де қарамайды, малдарыңа да қарамайды. "Валакинналлаха янзуру иля қулубикум." Бірақ та Аллах тағала сендердің жүректеріңе қарайды. Мынау тірі ма, мынау ояу ма? Мынада сапа бар ма, жоқ па? Мынада Құранмен байланған сағаты бар ма, жоқ па? Мынада Алладан қорқу бар ма, жоқ па? Мынада Алладан ұялу бар ма, жоқ па? Мынада Аллаға қарай, Алламен жолығам деген ұмтылыс бар ма, жоқ па? Соған қарайды.